Баршаңызға сәлем достар. Бүгін медовый тортын жасайтын боламын. Сіздерге бір мини мастер-класс көрсетемін. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен сары майды буда ерітеміз. Май ешқандай да спред, маргарин деген болмауы керек. Май 82%-дан жоғары болуы керек. Сосын қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Екі ас қасық бал саламыз, барлығын жақсылап 2 минут араластырамыз. Көп қайнатпаймыз, буда тек 80%-ды, 90%-да ысуы қажет. Отты өшіреміз, сұйықтықты бөлек ыдысқа құямыз, 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Сұйықтық ыстық болған соң тез-тез араластырып жібереміз, себебі жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Егер сіздердің табаларыңыз қажет етсе, бөлек ыдысқа салудың қажеті жоқ. Менде просто табам кішкентай болғаннан кейін осындай үлкен ыдысқа салдым. Енді ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. 3-4 рет електен өткізіп алған жөн, себебі онда кислород болуы керек. Енді салып шанышқымен араластырамыз. Ұнды бәрін салып жіберуге кеңес бермеймін, себебі білмейміз ғой бізге примерно қанша ұн кететінін. Сондықтан 3 бөлікке бөліп саламыз. Егер сіз қамырды қалың, қолға жабысып тұратын, бірақ үзілмейтіндей болып тұрғанын қаласаңыз, онда мен описаниеде көрсетіп кеткен граммды қоссаңыздар болады. Яғни ол 3 кесе болады. Шамамен 300 грамм болады. Граммен өлшеген кезде, ал кесемен өлшеген кезде 3 кесе болады. Мен 200 грамм қостым. Қараңыздар, осындай масса шығуы керек. Масса дайын болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке салып демалдырып қоямыз. Негізі салмай бірден жасай беруге де болады, бірақ мен салуға кеңес беремін, себебі бізде қамыр демалуы керек. Кремін дайындаймыз, қаймақ саламыз. Қаймақты міндетті түрде 25%-дан жоғары болуы керек. Егер сізде 20%-дан қаймақ болса, марлыге салып, суын тартып, яғни сывырткасын тартып тастасаңыздар болады. Содан кейін 7-10 минут миксерлейміз. Сол кезде бізде қаймағымыз қоюлана бастайды. Бірақ 15%-ды қаймақты алуға кеңес бермейміз. Сіздерде одан мүлдем крем шықпайды, сұйық болып қалады. Қант саламыз, араластырамыз. Холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Енді коржды дайындаймыз. Менде қамыр өте жұмсақ, қолға жабысқақ болғандықтан ұн саламын. Кішкене қолымды да ұндап онымен үйкеп аламын. Ал егер сіздің қамырыңыз қалың болса, онда ұнның қажеті жоқ. Ұн қоссаңыз, сіздің корждарыңыз қалың және қатты болып қалады. Егер менде тура осы мендегі видеодағыдай етіп жасасаңыз, онда ұн қосуға кеңес беремін. Өзімізге керекті мөлшерде кесіп бөліп шығамыз. Менде 6 штук шықты, диаметрі 20 сантиметрден, ал егер сіз 24 сантиметр жасайтын болсаңыз, онда 4 штук шығуы керек. Одан көп шықпайды. Бірден пергамент қағазына жаямыз, себебі жабысқақ болғандықтан оны ауыстырып жүру қиынырақ болады. Жұқа етіп жаямыз, уайымдамаңыздар, қатты жұқа болмайды. Пеште піскен кезде корж үлкейеді. Әр коржды осылай 200 градуста 3-4 минут пісіреміз. Қаласаңыздар, шанышқымен әр бір жерін тесіп шықсаңыздар болады. Ол бірақ міндетті емес. Пеште беті қызарғанша пісіреміз. Менде пеш асел деп аталады. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, нәзік болып шыққан. Енді сәндейміз. Ең бірінші астына пергамент қағазын төсеуге кеңес беремін. Соңында пергамент қағазын алып тастасаңыздар, жан-жағын барлығы крем жағылып қалмайды. Коржды салып, крем салып сәндейміз. Ең соңында өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен еріген шоколадты жақтым, корждарды яғни үгітіп салған жоқпын. Холодильникке 1 сағатқа қойсаңыздар да жеткілікті. Крем қаймақтан болған соң және корждар өте жұмсақ болғаннан кейін ол тез сіңеді. Дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлназ. Келесі кездескенше күн жақсы.